Сәлеметсіңдер ме балалар? Алдарында онлайн оқытушы, тарих пәнінің мұғалімі Төлеева Жанат Мырзашқызы. Қазақстан тарихы 11-ші сынып, жаратылыстану математикалық бағыт. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық саяси саладағы өзгерістері. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезде оның қоғамдық саяси өмірінде болған түбегейлі өзгерістеріне талдау жасап, ерекшеліктерін ажырата аласың. Сабақ жоспары. Қазақстан Коммунистік партиясының өзін-өзі таратуы, тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесі, мемлекеттік құрылымы, президент, конституция, парламент, үкімет, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері және бұқаралық ақпарат құралдарымен таныс боласыңдар. 1991 жыл дүниежүзілік тарихтағы ерекше жылдың бірі. Тәуелсіз Қазақстан алдына мынадай міндеттер, мақсаттар қойды. Қазақстанның мақсаты шынайы тәуелсіздікке жету және тұрақтылықты сақтау болды. Ішкі саясатта нарықтық экономиканы құру, шикізаттық бағыттан арылу, ұлтаралық келісім, мәдениетті қайта өркендету және саяси өмірді демократияландыру қадамдары тұрды. Ал сыртқы саясатта бейбіт қатар өмір сүру, өзара тиімді ынтымақтастық, шетелдік капиталды тарту және ядролық қарусыздану проблемасы тұрды. Қазақстан Республикасы президенттік республика, құрылымы жағынан унитарлы мемлекет. Мемлекеттік биліктің бірден-бір көзі халық. Халық өз билігін республикалық референдум және еркін сайлау мен мемлекеттік органдарға депутаттар жіберу арқылы жүзеге асырады. Конституция берген өкілдік шеңберінде мемлекет атынан халық және президент сөйлей алады. Қазақстан Республикасының президенті, мемлекет басшысы, республиканың атқарушы үкімет билігінің біртұтас жүйесін басқарушы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстан атынан өкілдік ететін ең жоғарғы лауазымды тұлға. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері 1991, 1995, 1999, 2005, 2011 және 2019 жылдары президент сайлауы болды. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан тәуелсіздік алғалы 2 рет Конституция қабылданды. 1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясы қабылданды. Ол кіріспеден 4 бөлімнен 21 тараудан және 131 баптан тұрды. Конституция Қазақстан мемлекеттік егемендігін алған сәттен бергі көптеген құқықтық нормаларды, халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, билікті бөлісу принципі, қазақ тілін мемлекеттік деп тану, президентті мемлекет басшысы деп тану, сот органдары, жоғарғы конституциялық, жоғарғы арбитражды соттар және басқаларды қамтыды. 1993 жылғы Конституция негізінде парламенттік республика моделі алынды. Алайда бұл Конституция өтпелі кезеңге айналды. Қазіргі қолданыстағы 1995 жылғы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде Конституция қабылданды. Ол Конституция сол жылы 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 бөлім 98 баптан тұрады. Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Сонымен бірге мемлекеттілік тетік, қоғамдық саяси институттар ретінде қызметтің негізгі боларлық принциптерін орнықтырды. Адам және азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі. Экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. Ол бойынша Қазақстан Республикасының президенті
саяси жүйенің басты тұлғасы болып есептелді. Билік тармақтарынан жоғары тұрды. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай келді. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгерістерге ұшырады. Қазақстан Республикасының парламенті. Парламент елдің заң шығарушы қызметін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілдікті орган. Қазақстан Республикасының парламенті екі палатадан тұрады. Жоғарғы палата Сенат, төменгі палата Мәжіліс. Сенат әр облыстан, республикалық маңызы бар қалалардан және Қазақстан Республикасының астанасынан 2 адамнан өкілеттілік ететін депутаттардан тұрады. 15 депутатты президент сайлайды. Мәжіліс 107 депутаттан тұрады. 98 депутаттың тең дәрежеде жасырын дауыс беру арқылы, ал 9 депутатты Қазақстан халқының ассамблеясы сайлайды. Қазақстан Республикасының үкіметі Қазақстан Республикасындағы бұл жоғарғы атқарушы билік органы. Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің бүкіл қызметінде Қазақстан президенті алдында жауапты. Үкімет құрамына министрлер басқаратын 17 салалық министрлік кіреді. Сонымен қатар 2 агенттік бар. Бәрі болған қазақ сынды көнелде, ел белгіде ерлік өнер өрлікте, жаһандағы ең жауынгер халықта кім сенеді бұл болмаған дегенге. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткерлері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы бірнеше шумақ. Бір шумақ. Бас білгізіп жер тарпыған тарпанға, жасы тұрмақ шығады екен қартаңға. Қалай оның елтаңбасы болмайды, түлігіне дейін салса елтаңба, ең таңба. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлихан. Батырлыққа өзінен жарған, ер түркіні байрағынан таныған, өзі ақын, өзі әнші халықта, кім айталар болмаған деп әнұран. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы жылдың аяғында Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны қабылданған болатын. Әл қазіргі қолданыстағы мемлекеттік әнұран 2006 жылы қабылданды. Бұқаралық ақпарат құралдары. Қазақстанда қазір 600-ден астам республикалық жергілікті газеттер мен журналдар қазақ, орыс, неміс, украин, ұйғыр, корей және өзбек тілдерінде шығады. Мемлекеттік ресми басылымдар Егемен Қазақстан мен Казахстанская правда газеттері. Радио 6 тілде сөйлейді. 200-ден астам радио-телебағдарламалар бар. 11 ұлттық газет, 44 телестудия, 6 тілде хабар беретін 18 радиостудия жұмыс істейді. Құрметті балалар, мемлекеттік билік органдары біртұтас жүйені құрайды. Олар қазіргі замандағы әрбір мемлекеттің бөлінбес бір бөлігі және мемлекеттік басқарудың негізі болып табылады. Құрметті оқушылар, осымен онлайн сабағымыз аяқталуға жақын қалды. Егер сұрақтарың болып жатса, WhatsApp, Telegram жүйелері арқылы қоюларыңа болады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңдар.